Қараңыздар, сіздер де кәсіппен айналысасыздар. Осыдан 7-8 жыл бұрын шағын және орта бизнестің экономикаға үлесі 20-25% болады. Қазір 40%-ға жетті. Енді осыны бекіту үшін жаңа Әзекеңдер айтып жатыр ғой. Мүлік мәселесі, үй мәселесі, жаңағы бизнес мәселесі, қорғау тұрғысынан осыны күшейту. Өткен жылы мысалы үшін салықпен бүкіл Қазақстан бойы 26 триллион теңге таптық. Оның алдындағысы 23 триллион болады. Соның құрылымын қарап отыратын болса, бұрын мұнайға, басқаға табынатын едік, металл басқа. Енді өзіміздің ішкі нарығымыз, өзіміздің саудамыз, осындай кәсіпорындарымыз, осыған бола жол ашу керек болып тұр. Сол енді осы конституцияның қабылдануы біздің ойымызша кем дегенде мемлекеттік аппаратты сілкіп алуға қажет болып тұр. Кішкене есін қараңдар, жігіттер, бұрынғыдай мұнай заманы бітті. Қазіргі заманда тек ғылым, тек білім, жастар, олардың біліктілігі, енді қалай десек те қазір енді Шымкент, Түркістан деген біліктігін, жаңағы бәсекелестіктің жақсы бір көріністері бар ғой. Кез келген нәрсені тез үйреніп алатын, тез бастап кететін. Керек па солтүстік Қазақстанға, керек па Павлодарға, Өскеменге барып жұмыс істеп, нәпақа таба алатындай жаңа экономика керек. Сондықтан осы конституцияның негізгі өзегі адамның дұрыс дамуы, біздің балаларымыздың дұрыс оқуы, дұрыс жүруі, тез үйренуі, көп тіл білуі деген сияқты мәселелер осы конституцияның ішінде бар. Сондықтан құрметті ағайын, 15 күні кем дегенде өздеріңіз, айналадағы ағайын туыстарыңыз бар, елдің болашағы үшін, халқымыздың болашағы үшін, балаларымыздың баянды өмір үшін дауыс беруге шақырамыз. Келіңіздер міндетті түрде осындай үлкен тарихи жағдайдан, тағдыр шешті оқиғадан тыс қалмаңыздар деп үндеу үшін келіп отырмыз.